Қайырлы күн достар, сіздермен бірге арайлым, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге жасалу жолы өте оңай, бірақ дәмі өте дәмді, үлкенге де кішіге де ұнайтын, таңғы ас ретінде пайдалансаңыздар да, перекус ретінде де тұтынуға болатын астың рецептісін ұсынамын. Менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Видео ұнап жатса, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Бізге қажетті заттар: лаваш, сыр, колбаса, майонез және кетчуп. Менде осындай ұзыншақ лаваш. Егер де сіздерде домалақ лаваш болса, ол лаваштың кесудің қажеті жоқ. Менікі осындай ұзыншақ лаваш болғандықтан мен бұны өзіме ықшамдап бөліктерге бөліп алдым. Енді әрбір бөлген бөлігіме, лавашыма майонезбенен кетчупымды жағып, барлық жеріне толықтай жағып шығамын. Барлық лаваштарды да осылайынан кезек-кезек жағып шығамыз. Енді кезекте біз колбасамызды үккіштен өткізіп аламыз. Бір тарелкаға, екінші тарелкаға сырымды үккіштен өткізіп аламын дайындап. Ендігі жаңағы майонез бен кетчуп жағылған лавашымның үстіне бірінші колбасамды толықтай сеуіп шығамын. Оның үстіне сырымды да сеуіп шығамын. Енді осы лавашты құрғақ табаға, ысып тұрған құрғақ табаның бетіне салып, сырымыз езілгенше қақпағын жауып қоямыз. Мінекей, сырымыз езілген кезде біздің асымыз уже дайын. Өздеріңізге ыңғайлы қылдырып бүктеп, ұсына берулеріңізге болады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Ас болсын.